Айда өзінің бақытын тапқандай сезімде жүр. Күні бойы жүзінен күлкі кетпейді, айналасына да қуаныш сыйлап жүргендей. Бұрынғыдай ойға батып үнсіз қалмайды, керісінше қашан көрсең де көңілді, жарқын. Кейде қайда жүрсем де бақыттан басым айналып жүргендеймін деп қояды. Шын мәнінде бұл сөздерінен оның жүрегінде ерекше бір сезімнің оянғанын байқау қиын емес. Жақында ғана Айда мен Нұрдәулет арасында түсінбеушіліктер болған еді. Олар жиі ұрсып, бір-біріне ренжіп жүретін. Қарым-қатынастары бірде жақсы, бірде нашар, осылай жалғасып келді. Бірақ соңғы кезде Нұрдәулет те Айдаға жазуды қойған сияқты. Ол өз өмірімен өз жолымен кетсе, Айда да жаңа бір парақ ашқандай, өзінің өмірін жаңа бағытта жалғастырып жатыр. Екеуі екі бөлек әлемге айналғандай. Айданың көзқарасынан, жүріс-тұрысынан бір өзгеріс анық байқалады. Бұрынғыдай емес, қазір ол жеңіл қадам басады, үнемі телефонға қарап, біреуден хабар күткендей жүреді. Көңілі шат, болашағына сенімді. Мұның бәрі жаңа сезімнің белгісі емес пе? Ал енді үлкен сұрақ, Айданың жаңа ғашығы кім? Ол кімге ғашық болды екен? Біз білеміз бе, әлде бұл әзірге құпия ма? Айда ол туралы ашып ештеңе айтпайды. Тек жүзіндегі күлкі мен бақытты көзқарасы бәрін білдіріп тұрғандай. Жаңа ғашығы кім болса да, Айданы осылай бақытты еткен үшін, оған тек алғыс айтуға болатын шығар. Мүмкін бұл жаңа адам Айдаға шынымен қамқор, жанын түсінетін, әрқашан қолдау көрсететін жан шығар. Ал бізге әзірге тек сырттай бақылап, болжау ғана қалады. Бірақ бір нәрсе анық, Айда өзінің нағыз бақытын табуға жақын. Барсықонда жүрсем, Барсықонда жүреді. Қаракөлде жүрсем, Қаракөлден де жүреді. Без внимания, тақыр қалдырып айткен.